Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3 сынып 168 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Бүгінгі сабақта сендер өз білімдеріңді тексеретін боласыңдар. Бірінші есеп. А тапсырмасы. Есеп бойынша өрнек жаз. Тәуелсіздік мерекесі ұйымдастырылған концертке 875 ересек адам, ал оларға қарағанда 562 бала кем келді. Мерекелік концертке барлығы неше адам келді? Ересектер бізде 875, енді бізде кем десе азайтамыз. 875-тен 562-ні азайтқан кезде бізде 313 адам балалар келді деген сөз. Ересектер 875, енді барлығын табу үшін қосасыңдар. 875-ке 313-ті қосамыз, сонда 1188 адам мерекелік концертке келді. Ә тапсырмасы есепті теңдеу құру арқылы шығар. Дүкеннен 750 теңгеге сыйлық сатып алынды. Егер әр сыйлық 150 теңге тұратын болса, онда неше сыйлық сатып алынды? Бізде барлығы 750, 150 бізде бір сыйлық 150 теңге тұрады. Енді неше сыйлық сатып алған табылған, неше сыйлықты біз x деп аламыз. 150 көбейтілген x тең 750 деген теңдеу шығады. 750-ді 150-ге бөлген кезде 5 болады. Демек бізде 5 сыйлық сатып алынды. 150 теңгеден 750 теңге кетті. Екінші есеп тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын тап. Ұзындығы 25 см, ені 5 см. Периметрін табу үшін барлығының қабырғаларын қосып 2-ге көбейтесіңдер. 25-ті 5-ке қосамыз 30, 32-ге көбейтсек 60 болады. Демек, периметрі 60 см. Ал енді ауданын табу үшін 25-ті 5-ке көбейтіп аламыз. Сол кезде бізде 125 см квадрат болады. Келесі 41-ді 20-ға қосамыз. 61 шығады. 61-ді 2-ке көбейтесіңдер 122 см болады. Ал ауданын табу үшін 41-ді 20-ға көбейткен кезде 820 см квадрат шығады. Келесісінде А қосылғаны В дейміз. Формуласын жазамыз. А сантиметр А қосу В көбейту 2, ал ауданын табу үшін Аны В-ға көбейтесіңдер. Үшінші есеп. Есепті шығар. А тапсырмасы. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Бұл барлық жолаушылардың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екінші вагондағы жолаушылардан бірінші вагондағы жолаушылардан 13 кем. Екі вагонда барлығы неше жолаушы келе жатыр? Бірінші вагондағы балалар саны белгілі, ол 17. Ал бұл барлық жолаушылардың 3-тен 1 бөлігі деген сөз. 17-ні 3-ке көбейткен кезде 51. Демек бізде бір вагонда 51 жолаушы келе жатыр. Ал енді екіншісінде екіншісінде 13-і кем дейді. Демек бізде барлығы 51 жолаушы келді ғой бірінші вагонда. Оның 17-сі бала еді. Ал енді екінші вагондағылары ол біріншіге қарағанда 13-ке кем десе азайтамыз. 51-ден 13-ті азайтамыз, 38 болады. Демек екінші вагонда 38 жолаушы бар. Енді барлығын табу үшін 51-ге 38-ті қосамыз. Сонда 83, 89 жолаушы келе жатыр вагонда, екі вагонда. Ә тапсырмасы. Берілген есепке кері есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші вагонда белгісіз жолаушы, бірақ бұл 3-тен 1 бөлігін құрайды. Ал екінші вагонда 38 жолаушы, барлығы 89 жолаушы. Енді бірінші вагондағын табу үшін бірінші белгілі амалдарды орындап аламыз. 89-дан 38 азайтамыз, 51 жолаушы. Демек бірінші вагонда 51 жолаушы бар деген сөз. Ал енді нешеуі бала екен табу үшін 51-ді 3-ке бөлеміз, сонда 17 болады. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Кері есепте міндетті түрде осы есеп болады, бірақ сұрағын басқаша қойып шығарасыңдар. Б тапсырмасы есептің сұрағын өзгертіп қайтадан шығар.
Енді осыған есеп құрастырамыз. Біріншісінде бірінші вагонда белгісіз жолаушы, бірақ 3-тен 1 бөлігі 17 бала. Екінші вагонда белгісіз, бірақ біріншіге қарағанда 13 кем. Енді бірінші вагонда қанша жолаушы екіншіге қарағанда артық екенін табатын боламыз. 17-ні 3-ге көбейтеміз, 51. Бірінші вагонда барлығы 51 жолаушы. Енді екінші вагонда одан 13 кем десе, 51-ден 13-ті аламыз. 13-ті азайтамыз, сол кезде 38 болады. Демек, екінші вагонда 38 жолаушы. Енді артығын табу үшін 51-ден 38 азайтамыз, сонда 13 болады. Бірінші вагонда 13 жолаушы, екінші вагонға қарағанда артық. Төртінші есепте барлығы белгілі, өйткені жақшамен бұл жерде екі амалдан тұратын есептер. Бірінші жақшаның ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы амалды орындайсыңдар. Біріншісінде жақшаның ішіндегі 1000-нан 794-ті азайтасыңдар, 206 қалады. 206-ны 3-ге көбейткен кезде 618 қалады. Келесінде де 645-тен 65-ті азайтасыңдар, 580 қалады. 580-ді 5-ке бөлесіңдер. Сонда сендерде 116 қалады. Және нөлмен аяқталатын сандарда 5-ке бөлудің тиімді тәсілін мен көрсеткенмін. Менің видеомда қарасаңдар болады. Міне осылай мен қазір баған түрінде шығару жолын көрсетіп қойдым. Сендерде бірден осылай мәнін жазсаңдар болады, немесе астына амалдың орындалу ретімен шығарсаңдар болады. 5-ші есеп, кесте бойынша есептер құрастыр, оларды шығар. Тауарлар берілген, бағасы, саны, құны. Құнын табу үшін бағасын санына көбейтесіңдер. Санын табу үшін құнын бағасына бөлесіңдер. Ал бағасын табу үшін құнын санына бөлесіңдер. Міне осылай есептерді шығарасыңдар. Біріншісінде өшіргіш берілген. Өшіргіш бізде 95 теңгеден 5 данамыз, өшіргіште 475 теңге тұрады. Құнын табу үшін көбейтесіңдер. Қалам бізде белгісіз, 8 дана сатып алды, бірақ 392 теңге жұмсады. Енді бағасын табу үшін 392-ні 8-ге бөлесіңдер, сонда 49 шығады. Келесінде де ермек саз 250 теңгеден, саны белгісіз, бірақ 1000 теңге төлетіңдер. Енді нешеу сатып алғандарың табу үшін 1000-ды 250-ге бөлесіңдер, сонда 4 қорап ермек саз сатып алынды. 6-шы есеп, теңдеулерді шеш. Күрделі теңдеулер жай теңдеуге айналдырасыңдар. Біріншісінде 7 көбейтілген x тең 980 бөлінген 2, 980 2-ге бөлінген кезде 490 болады. 490-ды 7-ге бөлінген кезде 70 болады. Демек біздегі x бірінші есептегі 70 санына тең. Келесінде a азайтылған 250 көбейтілген 3 тең 500 бөлінген 10. Бірінші 250-ді 3-ге көбейтіп аласыңдар, 750 болады. 500-ді 10-ға бөлінген кезде 50 шығады. a азайтылған 750 тең 50 болады. 450-ден 50-ге 50-ді қосасыңдар, сонда 800 болады. Демек біздегі a 800 санына тең. Келесі теңдеу 950 бөлінген v тең 120 азайтылған 115. 120-дан 115 таған кезде 5 қалады. 950-ді 5-ке бөлесіңдер, 190 қалады. Демек біздегі v 190 санына тең. Міне осылай есептерді шығарасыңдар. Міндетті түрде теңдеуді теңестіріп, астын сызуды ұмытпаңдар. 7-ші есепте бізде грамм берілген, сантиметр, өлшем бірліктері, ұзындық өлшем бірліктері, масса өлшем бірліктері берілген. Бірінші 925 граммды 5-ке бөліп аласыңдар, 165 грамм шығады. Келесіне 2 центнері 10 килограмм деген сөз. Үлкен өлшем бірлікті кіші өлшем бірлікке айналдырасыңдар. 2 центнеріміз 200 килограммға тең. 200-ге 10 қосқан кезде 210, 210-ды 2-ге бөлген кезде 105 қалады. Дәл осылай қалған есептерді шығаратын боласыңдар. 8-ші есеп, әр сағат 2 сағат 15 минут 8 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Осыны көрсететін боласыңдар. 10 сағат 15 минут 40-қа, 2 сағат 15 минут 8 секунд қосқан кезде 12 сағат 30 минут 48 секунд болады. 17 сағат 24 минут 56 секундқа, 2 сағат 15 минут 8 секунд қосқан кезде 19 сағат 40 минут 4 секунд болады. Келесі 23 сағат 14
4 минут 35 секундқа 2 сағат 15 минут 8 секундты қосасыңдар. 35-ке 8 секундты қосқан кезде 43 секунд болады. 4-ке 15 тоқсан кезде 19 минут болады, және 23-ке 2 сағат қосқан кезде бұл бізде 1 болады. Яғни түнгі сағат 1-ді көрсетеді. 1 сағат 19 минут 43 секунд деген сөз. Келесісі 9-шы есеп. Егер жаяу адам бір жолмен 2 рет жүрмей барлық жолдан жүріп өтсе, оның неше метр жүретінін анықта. Бұл жерде үйлер берілген, сендер осының қанша жол жүргендерінде табу үшін барлығын қосып шығасыңдар. 210-ға 102-ні, оған 160-ты, оған 70-ті, оған 98-ті және 152-ні барлық қосқан кезде жаяу адам 792 метр жүреді. Міне осылай есептерді шығарамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер менің видеом ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.